Өткен хаптеде республикамызға суық ауа массасы кіріп келді. Һәм бір қанша районларда қар жауды. Бұлар Төрткөл, Беруни һәм Елліқала районлары. Ассалаумалейкум. Өткен хаптеде жүз берген хабарларды жарыту мақсатында біз хапте дайджесін баслаймыз. Өткен хаптеде Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёев ақш президенті Дональд Трамптың мұрат етуіне бола. Давос қаласында тынышлық кеңесінің ережесіне қол қою мәресіміне қатынасу үшін әмели сапарменен Швейцарияға барды. Һәм тынышлық кеңесінің ережесіне қол қою мәресіміне қатынасты. And the President of the Republic of Uzbekistan. Бұл кеңес ақш жетекшісі тарапынан ісіліп шығарылған. БМШ қауіпсіздік кеңесі резолюциясы менен қолдап қуатланған Газа келісімінің шеңберінде қалыптастырылмекте. Тынышлық кеңесі келіспеушіліктің кескін қаупін азайту, Газа секторында экономикалық һәм социалдық тікелену үшін қолай шараятлар жаратуға қаратылған. Сондай-ақ тынышлық кеңесі ережесіне қол қою мәресімі шеңберінде Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёев, Азербайжан президенті Ильхам Алиев, Венгрия бас министрі Виктор Орбан һәм басқа да бір қанша саяси ұшырасуларда амелге асырды. Жолаушылар үшін хош хабар болған жаңа электроавтобустардың Нүкіс қаласына алып келінуі болды. 23 январдан басылап Нүкістегі электроавтобустар өз бағдарларында харекетлене бастады. Автобустар төмендегі бағдарлар бойынша харекетлене бастады. Бірінші салы темір жол вокзалы, Нүкіс, Архабатыс автовокзалы. 10-шы салы қыз кеткен Елаты, Саманбай Елаты бағдарында Алаяр Досназаров көшесі арқылы жүреді. Һәм 24-ші салы автобус Нүкіс, Архабатыс автовокзалы әскери прокуратура жөнелісінде харекетлене бастайды. Мағлұмат үшін бұл автобус бағдарлары уақытынша болып, һәр бір бағдарға 4 электроавтобус қойылуы күтілмекте. Ташкент қаласында спорттың бокс түрінен қызлар арасында Өзбекстан чемпионаты болып өтті. Онда нүкіслі спортшы қызларымызда қатнасып, жақсы нәтижелерді иелеуге месттар болды. Атап айтатұғын болсақ, 75 кг салмақтықта белескен Айсенем Саруаруа барлық қарсыластарынан үстін келіп, бірінші орынды иелеп, алтын медаль иесі болды. Ал 57 кг салмақтықта ринге көтерілген Рахима Бекниязова болса, сыйлы екінші орынды иелеп, күміс медалі иесі болды. 80 кг белескен Айнура Бекжанова болса, үшінші орынды иелеп, қола медалі иесі болды. Ата-ана қарамағынан ажыралған студенттерге 50%-тен көбірек стипендия беріледі. Низамшылыққа бола жетім балалар һәм ата-ана қарамағынан ажыралған балалар мемлекеттік бақшаларға һәм мектептерге нөбетке қойылмастан жайластырылады. Сол менен бірге оларға техникум, колледж, академик лицей емесі жоғары оқу орындарында оқып отырған уақытында һәр оқу жылында бір мәрте кітап сатып алу үшін базалық есептеу муғдарының 5 есесі муғдарында субсидия беріледі. Жетім балалар һәм ата-ана қарамағынан ажыралған балалар оқуды мемлекеттік жоғары оқу орындарында дауам еттіргенде, олардың стипендиясы 50%-тен асырылған халда төленеді. Хош хабар, Нүкіслі Бекназар һәм Азиз глобал технология базарында және бір жетістікке ерішті. Һәм $10 миллион инвестицияны қолға кіргізді. Гап сонда оталасларымыз һәм олардың шеріклері тарапынан шөлкелместірілген Хупо жасалма интеллект стартапы сериясы басқышында $10 миллион инвестицияны тартты. Бұл раундқа дүнияның ең абыройлы фондларының бірі DST Global Partners. Бұлар ішінде Facebook, Twitter, Alibaba сияқлы гигантлардың дәслепкі инвесторлары жетекшілік етті. Бұл өзбексталы қанегелердің қатынасуында құрылған жобардың дүния көлемінде тан алып атырғанын көрсетеді. Хупо бұл басшыларға басшылық көнікпелерін рауажландыру һәм нәтижелі топарларды жаратуда жәрдем беруші платформа болып, оның тикаршысы Нүкіслі Бекназар Абдыкамалов.
Ол стартап арқалы 2024 жылда Мета сияқлы ірі инвесторлардың қатынасуында 4 миллион ақш доллары мағынасында инвестиция тартқан еді. Бәлкім жерлестеріміз енді IT проекті арқалы Илон Маск менен де бірге істесуі мүмкін. Және кім біледі дейсіз, бізде осындай хош хабарды естуден үміт етеміз. Әпте дауымда сізге жеткермекші болған хош хабар һәм жаңалықтарымыз осылардан ібарат еді. Келесі хапте біз ұшында, сіз ұшында хош хабарларға толы болсын.